Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз тортты әрлейтін боламыз. Ол үшін вафельный қағазға өзіңіз қалаған суретті шығарып аласыздар. Вафельный қағаздың артында өзінің пленкасы болады. Оны бірден алып тастамаңыздар. Жұмыс барысында ол керек. Содан кейін қайшы керек, шпажкалар керек, және де мастика керек. Мастиканың жарты килограммдығын сатып алсаңыздар болады. Оқтау, сахарный пудра және де иісі жоқ спирт қажет. Аптекада да сатылады, достар. Ендігі кезекте керек суретімізді қиып аламыз. Мінекей бір суретімізді қиып алдық, артынан пленкасы алынып қалды, ештеңе етпейді. Артық ақтарын тастамаңыздар, балаларға берсеңіздер жеп қояды, достар. Ендігі кезекте қалған суреттерді де дәл солай қиып аласыздар. Мінекей мен қиып алдым. Ендігі кезекте ала тұрамыз шетке, енді мастикамен жұмыс жасаймыз. Мастика бірінші кезекте қатты болады, достар. Оны қолмен жұмсартамыз. Бұл кәдімгі пластилин сияқты, басында қатты болады. Қолмен басып жіберсеңіздер жұмсарады. Көп мөлшерде алмаңыздар, өздеріңізге керек мөлшерде үзіп алып, осыны жұмсартамыз. Негізі мастиканы қолдан да жасауға болады. Оны алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Ал әзірге дайын мастикамен жұмыс жасаймыз. Мінекей мастикамыз жұмсарды. Енді астына сахарный пудра себеміз, үстіне де себеміз. Бұл ұн сияқты, достар, бізге себебі жабысып қалмасы үшін. Мастиканы енді бір 4-5 миллиметр етіп қалыңдықта жайып аламыз. Мінекей мастикамызды жайып алдық, 4 миллиметр етіп. Енді осының үстінен ақырын ғана спиртті жағып өтеміз. Спирт ол қайтып ұшып кетеді ауамен. Ал егерде су жақсаңыздар, үстінен жапсыратын суреттеріңіз краскасы барлығы шығып, бүлініп қалады. Осылайынан сәл ғана үстінен жағып шығамыз. 1-2 минут күтеміз сәл кепкенін. Ендігі кезекте мінекей суреттерімізді алып жапсыратын боламыз. Мен бұл жерде көбелектерді жапсырмаймын. Артындағы пленкаларды мінекей алып тастаймыз. Енді сәл үстінен басып мастикаға жапсырамыз. Ал достар, суретімізді мастикаға жапсырып алдық. Көбелектерге тимейтін болам. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сіздерде жапсырсаңыздар болады, немесе осылай өз күйінде жапсырасыздар тортқа. Ендігі кезекте оқтаумен сәл ғана үстінен басамыз. Қатты басып жібермеңіздер, достар. Толығымен барлығын жапсырып алдық. Ендігі кезекте пышақты алып, осы мастикамыздың кез келген ақ жерінен дөңгелек етіп қиып аламыз. Бөлек етіп
бірден өзін суретті қимаңыздар. Осы бар суретті бөлек үлкен размерде кесіп алыңыздар. Артық жерін алып тастауға ыңғайлы болады. Ал мінекей достар, бір суретімізді қиып алдық. Енді қараңыздар, қалыңдығы қандай болды. Енді осыған шпажканы орнатамыз. Оны қалай орнатамыз? Шпажканы мастиканың ортасымен кіргізесіздер. Астынан не үстіне шығып кетпеу керек. Қолмен ұстап отырасыздар. Мінекей қараңыздар, не астынан көрінбейді, не үстіне шығып кеткен жоқ, иә, шпажка. Енді екіншісінде дәл осылай орнатамын. Мінекей достар, біреуін дайындап алдық. Қалған суреттерімізді де дәл солайынан қиып, ортасына шпажкаларымызды кіргізетін боламыз. Мінекей суреттердің барлығы дайын болды. Қараңыздаршы, алдынан да артынан да шпажка көрінбейді. Сол себепті қалыңдығын 4-5 мм қылған дұрыс. Ал көбелектерді жапсырған жоқпын. Бізге осындай дайын печеньямыз керек, және де осындай чупа-чупстар керек. Ол дайын күйінде сатылады достар. Енді тортымызды алып, осыны әрлейміз. Ең алдымен ортасына суретімді қойып аламын. Ең алғаш суретімді қойған кезде шпажкаларым үлкен болды. Сондықтан қайтып алып, шпажканың астыңғы жақтарын кесіп, сосын екінші рет орналастырдым. Енді жан жағына осындай дайын чупа-чупстарымызды орналастырамыз. Бұл чупа-чупстардың барлығы да негізі қолдан жасалады. Оны амандық болса, алдағы сабақтарда міндетті түрде көрсететін боламын. Бұл менде асығыс торт жасалғандықтан мен барлығын дайын күйінде сатып алдым. Тортымызды видеода көрсетілгендей етіп әдемілеп аламыз. Ал екінші жағын дәл солайынан қайталаймыз. Мінекей барлығын орналастырып алдым. Ендігі кезекте пониларды орналастырамыз. Оның да шпажкасы үлкен болғандықтан мен жартысын бөліп алып тастаймын. Мінекей оны соңына дейін кіргізіп орналастырамын. Екіншісінде дәл солайынан артығын бөліп алып тастап, жанына орналастырамын. Одан соң дәл ортасына имбирный печеньядан жасалған санымызды орналастырам. Бұның барлығы қолдан жасалады және де сатылады. Орналастырып алдық. Енді жан жағына осындай дайын дөңгелек шоколадный шарларды орналастыратын боламын.
қалай ыңғайлы өзіме солайынан жан-жағынан орналастыратын боламын. Ендігі кезекте көбелектерді сәл бір-біріне бүктеп, жан-жағына видеодағыдай орналастырып шығамыз. Келесі кезекте присыпкаларды себеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кез келген жеріне сеуіп шығасыздар. Ал мінеки тортымыз дайын болды. Дәл осындай тортты сіз де жасай аласыз. Істеріңізге сәттілік. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.